Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. МИФ ғылымның жарық жұлдыздары атты апталығымызды бастаймыз. Мақсаты оқушылардың математика, физика және информатика пәндері бойынша білімдерін тереңдетіп, қызығушылықтарын арттыру және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Бүгінгі ғылым мен техниканың қарқынды дамып, еліміздің экономикасы өсіп, үкімет үдемелі индустрияландырудың керемет жобаларын жүзеге асырып отырған кезеңде, оқушылардың математика мен физика пәндерінен біліміне, компьютерлік сауаттылық деңгейіне қойылатын талаптар жоғары. Білім алу кеңістігінде бәсекеге барынша қабілетті кірігудің тиімді жолдарының бірі әрбір қазақстандықтың кемінде 3-4 тіл білуі деп атап өтті. Осыған орай физика пәнін ағылшын тілінде оқыту оқушылардың сөздік қорын кеңейтуге, жаңалық ашуға, әртүрлі бақылаулар, тәжірибелер жүргізуге құлшындырады. Сабақ барысында қосымша берілетін физика-техникалық терминдер сөздігі оқушының сөз қорын қалыптастыруда өз көмегін тигізеді деген сенімдеміз. Ең бастысы, оқушының ағылшын тілін меңгерудегі сөздік қоры толығады, сөйлеу дағдысы қалыптасады. Математика сандар менен формулалар белгілі бала күнінен бізге болар. Пифагор мен Фалестен бастап алып математиканың мәні де міне осылар. Алгебра, синус пенен косинус білсең мұны өзіңе үлкен плюс, есептер мен ережеден тұратын алгебра шексіз бір космос. Физика құбылысы табиғаттың белгілі заңы бізге Роберт Куктың. Реактивті сәулелер оптикада саласы үлкен бұл физиканың. Физика импульс пенен жылдамдық белгісінде физиканы бұлар анық. Бар әлемнің тартылыс күштерін Ньютонның заңынан біз байқадық. Информатика құралады ақпараттан, бір битте болады 8 байттан. Ақпараттық жүйеменен программалар технологияның дамуына қалыптасқан. Түсіріп аспан заңын жұмыр жерге, бақтырып жұлдыздарды ескендерге, жазыға жан бітіріп қолға салып, физика кереметті көрсеттерге, бір өшіп кітаптардың бірі тозған, қай жүрек Архимедті басы бозған, жалыны патриот батыр ғалым ғасырлар түкірінен басы бозған. Физика тілдесер табиғаттың тілеген ғой, көз тартар табиғаттың сілеген ғой. Салғаннан айтылар сөз ішілген ас, бәрінің бағынары физика ғой. Не тақта алдымда, дәу монитор тұр қарап, көп шаруаны атқарар, компьютерің бұл ғажап, керек емес қаламың, жазуды да жазады, қарындаш пен бояусыз суретті де салады. Талай шаруа бүгінде компьютерсіз бітпейді, керек десең ол тіпті том-том кітап шықпейді. Ғаламторға жалғасаң, жоқ онымен таларсың, бар сұраққа бірдемде миллион жауап аласың. Болашақта білімді ұрпақ керек. Ал білім кілті барлық нақты ғылымдардың негізін меңгеруде. Себебі математикалық білімі мықты, компьютерлік сауаттылығы жоғары, әрі ойлау қабілеті дамыған бала ғана ғылым мен техниканың тілін табысты меңгере алады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.